Сіздермен санмасты, ал мен бүгінгі видеомда сіздерге қалай ловушка жасауды көрсетем. Осы бізге доска, поршень және нажимная пластина керек. Ең бірінші досканы үстіге 3 блок көтереміз. Сосын 6 рет станап, сосын былай қазамыз. 6 рет 2 3 4 5 6. Сосын поршенді қойып шығамыз. Енді тағы да досканы 3 рет қоямыз. Сосын тағы да 6 рет қысамыз. 3 4 5 6. Bir, 2, 3. İki, 3, 4, 5, 6. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi ne kadar da koyamız. Kesirme koyayım. Bir, nereden sınırak. Oldu. Ne oldu? Şimdi üstten kosamız. Ne? Bарлıq yerini koşacağımız. Sosun üstünü cabamız. Bol yerini üstünü cabamız. Nesini çok bulduk. Şimdi bizge nажимная пластинаны koyup шығу керек. Siz bunun kez келгенін алсаңыз болады. Мен деревянныйын алдым. Ағаштан жазам. Міне енді біз түндік аламызда. Міне мысалға не қойып қоямыз. Біреулер осыны алғысы келеді, алғысы келіп шынысы түк жоқ болады. Сосын міне мысалы жоқ болды, сосын міне шыға алмай қалады да. Бірақ та үстіме бір жерді сындырып шығып кетуге болады. Негізі мынандай ловушка бұл. Міне мысалы қазір шығайын десем шыға алмайды. Тек мынандай бір жерді сындырып шыға беруге болады. Міне осындай ловушка. Достар, сіздермен болған санамастар, каналға жазылып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.